Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өздеріңізбен өте тойымды, дәмді дастарханның көркін ашатын пачуба салатының рецептімен бөлісетін боламын. Пачуба салатын жасау үшін алдымен бізге осындай форма керек. Қалауларыңызша сіздер түрлі формаларды да қолдансаңыздар болады. Одан кейін қызылша, картоп, сәбіз, жұмыртқа барлығын пісіріп аламыз. Майонезді осындай кондитерлік қапшыққа саламыз. Және піскен жаңағы көкөністерімізді осы өткізгіштен өткізіп аламыз. Селедканы қылтығынан тазартып, ұсақтап турап, ең астыңғы бөлікке осылай қойып шығамыз. Және майонезімізді осылай басын азғантай етіп тесіп, бір келкі болғанша осылай жағып шығамыз. Және үстінен картопымызды осылай жаңағы өткізгіштің ірілеу жаңағы тісінен өткіземіз, үстіне тұз себеміз, және оның үстінен майонезді осылай жағып шығамыз. Айта кететін маңызды жайт, қатты жаңағы майонез жаққан соң қасықпен қатты жаңағы баспау керек, себебі салатымыздың жаңағы биіктігі аласа болып қалуы мүмкін. Одан кейін сәбіздің үстінен тұз себеміз аздап, және оның да үстінен майонез жаңағы жағып шығамыз. Сәбізіміздің үстінен қызылшамызды осылай өткізгіштің тісінен өткізіп аламыз, тұз себеміз, оған да майонез жағамыз. Енді бізге ең соңғы жұмыртқаның ағын жаңағы өткізгіштен майда тісінен өткіземіз. Оның үстінен сары жаңағы жұмыртқаның сарысын үгітіп өткіземіз. Қалауларыңызша сіздер деп өздеріңіздің жаңағы фантазияларыңызбен, қиялдарыңызбен істесеңіздер болады. Қалаған формада. Мен осындай 4 бұрышты формада жасадым. Өте тойымды, әсіресе жаңа жыл, жаңағы басқа да мерекелік кештерге өте керемет көрінеді. Әрі дәмді. Жасап көріңіздер достар. Сіздермен болған мен Меруерт. Келесі кездескенше сау болыңыздар.